Сәлем достар, қазақша мукбанг көптен күткен неше түрлі пікірлер жазып жатсыздар, барлығын оқып жатырмын. Кейбіреуі жағымды, кейбіреуі онша емес. Сондықтан да барлық пікірлеріңізге рахмет. Өздеріңізді кейбір адамдар қинап өзін көріп жатыр екен. Енді оған да рахмет. Бүгін жейтініміз хот-дог. Бұл тандырда пысқан самсалар етпен, және де мынандай қатты газдалған сусын, жасмин деген аты бар. Көрдіңіздер ме? Мына жақ күн, мына жақта күн жоқ, өйткені күн отырып бара жатыр, сондықтан да тезірек түсіріп тастау керек. Өйткені менің түсіретінім күндізгі жарықпен түсіремін, табиғат берген жарықпен түсіремін, өйткені ешқандай да менде жарықтандырғыш құрылғыларым жоқ. Дәмді газдалған сусын. Мен хот-догтан бастаймын, өйткені самсалар өте тойымды сияқты, енді сырттан қарағанда. Көрдіңіздер ме қалай пісіреді? Бұны тандырға былай жабыстырған кезде ол былай кішкене астыға қарай түсіп кеткенше пісіп қалады деп ойлаймын мен. Бастайық. Чипсы ма бірдеңе қосты үстіне, мен көріп тұрдым қалай жасағандарын, өйткені ЛНП деген заправка бар, мынаны қараңыздар. Бірден көрсету керек болса, мына жаққа жүрем, ал былай күн болып тұр енді. Күн еще былай қарай келе жатыр. Жақсы, тезірек жеп тастайық. Барлық қойын. Осы дәмді. Мен бүгін өзімнің хоббиім жайлы айтамын, бірақ та оның алдында сіздердің пікірлеріңіз жайлы айта кетейін. Кейбір адамдар жазып жатыр, тамақ ішіп отырып сөйлеген харам, тамақ ішіп отырып шаш ұстаған харам, не деген дінсіз адамсың, немесе тамақ жегенде сөйлеме, аузыңды жап деген дөрекі сөздер өте көп. Енді сіздерге егер дөрекілікті біреуге сыйлаған ұнайтын болса, солай жасай беріңіздер, жалғастыра беріңіздер. Мен бұны ешқалай да қабылдамаймын, дегенмен де бұлай жазған дұрыс емес деп ойлаймын. Өйткені мен сіздерді танымаймын, сіздер мені танымайсыздар. Егер де сіздерге бұндай видеолар ұнамаса, сізді ешкім қинап жатқан жоқ, көр деп. Мысалы, маған бір дүние ұнамай тұрса, немесе бір блогер ұнамайтын болса, мен оның видеоларын жауып тастаймын да, оның видеоларына қайтадан оралмаймын. Ол маған мына жердегі рекомендацияға шықпас үшін мен оны блокқа тастаймын, болды. Егер де ондай қатты жек көрінішті адам болмаса, жай ғана шығып кетем оның парақшасынан, болды. Ешқандай да мен оған дөрекілік, боқтық сөздер жазбаймын. Мына жерде ютубта на проверке деген жер бар. Ютубта, егер де сонда кіретін болсақ, өте дөрекі комментарийлер тұрады. Орысшалап, боқтап жазған сөздер сол жерге шығып тұрады. Ютуб ол сөздерді біледі. Содан кейін мен оны шығарам ба, видеомның астына жоқ па, оны мен шешемін. Әрине, мен олардың барлығын жойып тастаймын. Дегенмен де қазақша боқтық жазған кезде әрине Ютуб оны білмейді, сондықтан да мен оларды көріп тұрамын, мен бірақ та оларды жоймаймын, тұра берсін деп ойлаймын. Адамдар жазса, мүмкін солай болу керек болған шығар, дегенмен де кішкене өз-өзіңе есеп бере алуың керексің. Не деп жазып отырсың, кімге жазып отырсың, сол жайында. Сондықтан да бұл видеолар тек қана осындай жанрдағы видеоларды ұнататын адамдарға арналған, ал егер де ұнамайтын адамдар болса, оларға есік ашық, ешкімді олар осында ұстап тұрған жоқ. Оларды осында ешкім ұстап тұрған жоқ.
қатты газдалған сусын шынымен де. Мына түсіріп салуға болатын шығар, иә. Жалпы айтқым келгені өзімнің хоббим жайында. Мен видео түсіруді ұнатамын, оны монтаждау, қандай да бір іс-шара болса соған текст жазу, я, мәтін жазу. Сондай дүниелерді жақсы көрем. Мен бізде карантин басталмас бұрын ақпан айында влогтар түсіре бастағанмын. Влог деген күнделікті өмірің, өзің жайында түсіресің, жай жүріп, түсіріп жүресің. Сондықтан да сондай видеолар түсіре бастағанмын. Біздің қаладағы мысалы бір дүкеннің ашылуы болды, салонның ашылуы болды. Бір блогердің өз оқырмандарымен кездесуі болды. Сондай ақ не болды. Мастер-класс болды. Біздің қаладағы ең керемет визажисттардың мастер-классы, және де бір косметика, бір Beauty Drugs деген брендтің көрсетілімі болды. Соның барлығын мен түсірдім. Сәлем достар, мен осында келдім, міне қазір сіздерге бәрін көрсетемін деп. Бәрін көрсетіп, сөйтіп түсірген болатынмын. Содан кейін карантин басталғандықтан ондай іс-шаралар тоқтатылды. Ондай ештеңе өтпейтін. Сондықтан да міне осы жолы бір ресторан ашылды. Құрт and Wine деген. Құрт және вино. Оның басшысы өте жан-жақты адам. Үлкен кісі болғанымен ол өте қазіргі заманға сай, сөйлегені де, жасап жатқан істері де өте ашты. Не бұл ішінде? Өте ашты нәрсе жеп қойдым, айту білмеймін. Сол кісіге бардық. Мен влог түсірім дедім да, барып сол жерде влог түсірдім. Ол кісіден кішігірім интервью жазып алдым. Сосын оны неше күн жасадым. Мен видео жасаған кезде, оны түсіріп болғаннан кейін үйге келем, оны компьютерға лақтырам, компьютерден монтаж жасайтын бағдарламаның ішіне енгізіп, монтаждап, әдемілеп, әрлеп, қызықты болу үшін солай жасаймын да. Содан кейін инстаграмға шығарам. Инстаграмның мен ссылкасын астына, сілтемесін астына тастап кетемін. Кіріңіздер, маған жазылыңыздар, сол жерде көре аласыздар ол видеоларда. Сол Құрт and Wine деген өте керемет жер ашылды. Қазақи тағамдар. Қазір оңтүстіктегі адамдар мені түсінбейді, мүмкін, өйткені оларда барлығы қазақша, барлығы қазақи. Бізде олай емес. Шығыс Қазақстанда, оның ішінде Өскеменде халық орыстанып кеткен, шыны керек. Қазақпен орысша сөйлесіп тұрады, шынымызды айтсақ. Дүкенге барамыз, орысша сөйлесеміз. Бізге солай ыңғайлы болып кеткен. Ешкім қазақша, енді ешкім демейін, көбі қазақша сөйлеп тұрмайды.
және де қандай жер, қандай дәмхана жақсы екендігін халық өздері шешеді. Яғни өзі қалада бір керемет адамдар бар ғой, оның ішінде блогерлар бар, олар нені көрсетеді, сонда барады халық. Мына жер өте қазақи. Қазақтың бұрынғы кездеріндегі тағамдарды олар қазіргі заманға сай етіп әкеледі. Яғни дәмі сол, бірақ түрі өзгеше. Мысалы, онда ми палау деген тамақ бар. Ми палауды енді барлығымыз білеміз. Ол қойдың миынан жасалған тағам. Қойдың миына сорпаны қосып, араластырып жеген, қазақ халқы. Бірақ та, мысалы, шетелдіктер келсе, оларға дәл солай бермейсің ғой, басты алып келіп, оның ішіне миды алып шығып бүйтпейсің ғой, әрине. Сондықтан да олар былай жасапты. Барлығын өздері араластырып алады, сорпамен, тағы немен қосады, барлығымен араластырып алады. Содан кейін енді эклерлар бар ғой, дәмсіз, жай ғана тұздалған. Сондай эклердің үстіне жаңағы ми палауды әдемілеп былай сығып алған. Солай алып келеді стөлге. Өте әдемі көрінеді. Біз жесек, шынымен де кәдімгі мидың дәмі. Кішкентай кезімізде басты бұзып жеріп, ішінен миды қасықпен алып бізге беретін адам. Сондай дәм шығып тұрды. Енді кәдімгі мидың дәмі ғой. Кәдімгі ми палау ғой. Тек қана түрі өзгеше. Қазір менің инстаграмыма өтіп, сол видеоны көрсеңіздер, көрінеді, өте қызық шынымен де. Борша ет деген тағам болды. Кәдімгідей біздің алдымызға қазанда алып келіп жанымызға тұрып пісірді. Жылқының етіне шұбат қосып жасады, өте дәмді және өте қызықты, оның бәрін көрген. Содан кейін мус из құрта дейді. Мус из құрта. Сіздер ондайды мүлдем естімеген боларсыздар. Енді бізде сондай бірінші рет деп ойлаймын, Қазақстан бойынша. Яғни әкелді сливки сияқты. Бір ыдысқа салып, соны жеп көрсек, кәдімгі құрт. Бірақ та өте сондай жұмсақ дәмі, дәмді. Сондай. Содан кейін қазіргі заманға сай болғандықтан кішкене виноның түрлері бар. Яғни құрттың двайн деп жасады ғой. Ашылған күні виномен құрт берді, барлық қонақтарға қымыз береді, тегін. Білмеймін қашанға дейін ол жалғасатындығын. Және де біз барған күні, екінші күні арақпен құрт беріп жатты. Енді кім ондайды ішеді, барып алып жатты. Сонымен сіздермен бөлісейін деген едім. Содан кейін осы видео шыққаннан кейін маған бір керемет дүкен өздерінің ұсыныстарын жасады. Біздің магазинді түсірсеңіз қалай болады, келісейік деген сияқты. Менің ең бастапқыда көздеген мақсатым сол болатын. Мен осылай түсіріп өзімді көрсетіп аламын. Содан кейін елге танылып алғандықтан олар мені өздері шақыратын болады, маған төлейтін болады, немесе бартер бойынша деп. Сондайға шүкір деп айтамын, келдім ғой деймін. Сондықтан да көреміз. Енді біз бейсенбіге келістік, бірсі күні барып жасайтын боламын. Ал бүгін менде үйде қонақта құрбым болады. Сондықтан да қазір барлығын жиналып, тағам пісіріп күтіп отыратын боламын. Мына жерде күнді көрдіңіздер ме? Уже привет деп келдім, не? Саламатсыздар ма?
Бұны жемеймін, тойдым, шынымды айтамын сіздерге, ходыққа өте қатты тойдым. Бұл тандырдағы самса, бұл жайында білгілеріңіз келсе инстаграмыма өтіп қараңыздар. Бүгін мен бір инстаграмды жарнамалағандай болдым, дегенмен де сонда енді күнделікті видеоларымды салып отырамын ғой мен. Сондықтан да маған өте мен сіздерге үлкен рахмет айтамын. Кім көреді, қолдайды, жақсы пікірлер қалдырады сіздерге, мұнда бір рахмет. Мен оны бағалаймын. Және де үлкен рахмет сіздер менімен болғандықтарыңызға. Әлі де ары қарай қазақша мукбангтар болады әрине. Сондықтан да келесі кездескенше сау болыңыздар. Маған жазыңыздар астына қандай тағам, және де қандай тақырыпта әңгіме құрайық. Сондықтан да барлығымызға қызық болсын. Пока-пока.